Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай мини банафи пайдың рецептісімен бөлісемін. Рецепт менің описаниямда. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 дана жұмыртқаны салып, оның үстіне қант саламыз да жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Кейін үй температурасында тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Достар, барлығын видеодағыдай рет-ретімен қайталап отырыңыздар. Енді ұнымызға 1 шай қасық разрыхлительді салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды жаңаға сұйық консистенцияға саламыз да жұмсақ қамыр елейміз. Міне достар, қамырымыз жұп-жұмсақ әрі сары болып шықты. Келесі осындай диаметрі 10 см болатын формаларымызға сары майымызды жағып шығамыз. Келесі қамырымызды 7 бөлікке бөліп, әрбір бөлігін дайын тұрған формамызға видеодағыдай салып шығамыз. Қамырымыздың формасы формадағыдай шығу үшін әрбір бұрышына қамырды дұрыстап салу керек. Дайын болған қамырымызды 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Келесі банафи пайдың кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 мг 33% сливки және 50 грамм сахарный пудраны салып, жақсылап миксерден қоюланғанша өткіземіз. Келесі дайын болған банафидің корждарына осындай ең бірінші қоңыр сгущенканы әрбіреуіне жағып шығамыз. Содан кейін кесілген бананның 2 данасынан әрбіреуіне салып шығамыз. Келесі кондитерлік пакетіміздің ұшын видеодағыдай кесіп аламыз. Оған гүлді насадкамызды пакеттің ішіне орналастырамыз. Дайын болған кремімізді кондитерлік пакеттің ішіне салып аламыз да, әрбір корждың үстіне видеодағыдай кремімізді салып шығамыз. Мини банафи пай болғандықтан біздің гүлдеріміз кішкентай болу керек. Достар, біздің мини банафи пай дайын. Қонақ шақырсаңыздар, осы рецепті ұсынамын. Достар, менің жұмысымды бағалап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.